Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Аллах Тааланың ескертуі келген кезде яки тыйымы келген уақытта жалпы адамзат оған қалай жауап беруі қажет? Бұл сұрақтың жауабын үш түрлі кезең мен мысал ретінде келтірсек болады. Яғни ең бірінші кезең бұл мұсылман емес, Алланың бірлігіне сенбеген адамдардың кезеңі. Бұған мысал ретінде піл оқиғасындағы Абраханы, кейін Муса пайғамбардың уақытындағы Перғауынды мысал ретінде келтірсек болады. Яғни бұларға қандай ескерту келді Аллах Тағала тарапынан? Абрахаға Меккедегі Қағбаны қиратуға бара жатқан уақытында астындағы алып пілдің жүрмей қалуы арқылы оған ескерту келді. Сол ескерту келген кезде Абраха ол ескертуге не істемеді? Лайықты түрде жауап бермеді. Сол себептен Аллах Тағала оны сондай бір төмен дәрежедегі өлімді нәсіп қылды. Кейін Перғауынның уақыты. Перғауынға Аллах Тағала бір емес екі пайғамбар жіберу арқылы ескерту жасады. Сол кездегі өзендердің, көлдердің бүкілін қызыл қанға айландыру арқылы ескерту жіберді. Бірақ Перғауын оған не істемеді? Мойын сұнбады. Кейін Аллах Тағала оны сондай бір төменгі дәрежеде өліммен жанын алды, яғни суға батырып. Кейін екінші мысал ретінде пайғамбарлардың өмірбаян мысал ретінде келтірсек болады. Бұған мысал ретінде Адам алейхиссаламның өмірін алсақ болады. Аллах Тағала Адам алейхиссаламды жеміс ағашындағы жемісті жеуден тыйды. Сол кезде шайтан лағнеттің азғырымен Адам алейхиссалам сол жемісті жеу арқылы бүкіл науметке толы болған жәннаттан қуылды. Бірақ кейін Адам алейхиссалам өзінің жасаған күнәсі үшін бірден тәубе етіп, Раббысына қайтып, өзінің күнәсіне Алланың кешірімін алды. Үшінші мысал ретінде бүкіл адамзатты мысал қалсақ болады. Егер адамзат баласына қандай да бір Алланың ескертуі келсе, ол жаңағы Адам алейхиссалам сақылды басқа пайғамбарлар сияқты бірден соған бойын ұсынып итағат етуі қажет. Қазіргі таңда мысалға көп мұсылман бауырларымызға, көп адамдарға Аллах Тағаланың небір ескертулері келіп жатыр. Сол ескертулерге егер де адам баласы толыққанды лайықты түрде жауап бермейтін болса, сол ескертуді елемейтін болса, ертеңгі олардың жағдайы жаңағы Абраха мен Перғауынның жағдайындай болып қалуы мүмкін. Сол үшін де егер Алланың ескертуі келсе, мұсылман адам Аллах Тағалаға разы болатындай дәрежеде толыққанды дұрыстап сол ескертуге жауап беруі қажет. Уахири дауана анил хамдулиллахи роббил аламин.